Мысықтың көру ерекшеліктері. Мысықтардың көзқарасы адамдардан айтарлықтай ерекшеленеді. Ең алдымен олар табиғаты бойынша жыртқыш. Олардың ата-бабалары негізінен ормандарда және биік шөптерде аң аулаған. Осыған байланысты мысықтардың көру өткірлігі адамдардан да нашар. Бұл біртүрлі көрінуі мүмкін, бірақ біздің мыңдарымыз өте шолақ. Яғни олар объектілерді белгілі бір қашықтықта ғана анық көреді. Олар тек 20 метрге дейінгі қашықтықтағы заттарды қалыпты және анық ажырата алады. Сағат қашықтан 60 метр немесе одан жоғары биіктіктегі нысан мысықтар үшін бұлыңғыр болып, оның контурын мүлде ажырата алмайды. Максималды айқындыққа қол жеткізіледі. Қашықтан 75 сантиметрден 6 метрге дейінгі заттар мысықтың секіру қашықтығы. Орман мен шөпте аң аулауды ойлаңыз. Сонымен қатар мысықтар тым жақын орналасқан объектілерді көре алмайды, 30-50 сымден жақын. Сондықтан мысықтың көру қабілетінің қаншалықты өткір екендігі туралы әңгіме тек миф болып табылады. Бірақ мысықтар қозғалатын заттарды жақсы қабылдайды. Көлеңке ғана көретін жерде мұртты және жолақты үй жануарыңыз өтіп бара жатқан тышқанды байқайды. Көптеген зоологтар телебағдарламалар жануарлардың көз алдында бір-бірін өзгертетін статикалық суреттерге ұқсайды деп мәлімдейді. Олар бұл фактіні мысық көздерінің бейнелерді секундына 40 кадр жылдамдығымен қабылдайтынымен түсіндіреді. Бұл ретте теледидар адамның қабылдау үшін конфигурацияланған, яғни 24 кадр. Адамдар сияқты мысықтардың бинокулярлық көру қабілеті бар, яғни көрнекі ақпарат миға әр көзден еніп бір суретке жинақталады. Ал біздің үй жолбарыстарының көру бұрышы біздікінен үлкен 270 градусқа дейін. Адамның көру бұрышы небәрі 180 градус.